Ассалаумағалейкум достар, қалай жадылар? Сіздермен бірге бұл мен досым Жан. Достар, бүгін біз Майнкрафттағы миға сыймайтын заттарға шолу жасайтын боламыз достар. Мынаның барлығы не деп ойлап тұрған шығарсыздар? Бұл бізде Майнкрафтта логикаға келмейтін, миға сыймайтын заттар. Қазір сіздермен бірге тамашалайтын боламыз. Бірінші тұрған ол бізде есік. Бұл кәдімгі есік. Ашылады, жабылады, ашылады, бүйтіп кіресің, жауып қоясың. Шығасың, жауып қоясың. Осындай кәдімгі есік. Бұл есікте мынандай 4 тесік бар. Яғни ол тесік арқылы біз ар жақта не болып жатқанын көре аламыз. Мысалы, үйдің ішінде тұрсақ, зомбилар келатса, бүйтіп мына терезеден қарай аламыз. О, зомбилар келетін, қаштық дейміз. Бірақ бұл жай есік емес. Бұл супер қорғалған, ең мықты, ең қатты есік достар. Неге деп ойлайсыздар? Өйткені достар, мынау тесіктер арқылы оқ өтпейді. Қазір оны сіздермен бірге тексереміз. Қолыма садаға балам, алысқа шегінеміз, және де анау тесігіне көздеп тұрамыз, және де бұнқ. Қара, қарсай. Ей, тоқта. Жауып қоямыз. Оп, көздейміз. Жағат үстіндегі тесігіне көздейік. Оп, наңғара. Өтпейді тесіктен. Қалай достар? Майнкрафт логика қайда? Мә, наңғара. Бір терезе бар сияқты, бір есті ашып көреміз ба? Мә саған. Мә, оғым түсіп қалды. Достар. Міне достар, тағдат көрем. Мә саған. 4 тексіңді ат көректі. Бұнқ. Майнкрафт логика қайда? Достар, бірінші миға сыймайтын затты тексердік. Енді екінші бізде мынау шарбақ достар. Бұл шарбаққа бетіп секіріп шағылмайсыз достар, қараңыздар. Секіріп бұл шарбаққа шағылмайым мен, қараңыздар. Бірақ достар, бұның бір қызық жері, егер сенде мынандай кілемше болса, бұл кілемшені осы шарбақтың үстіне қоясың, және бұның үстіне оп-оңай секіріп шығып кетуге отырғандар. Мә? Майнкрафт логика қайда? Бейтіп келесің да, оп, секіресің, арғай секіріп кетесің. Оп, мынау кілемше жоқ болса, мен секіре алмаймын мынаның төбесіне. Бұл қалай болғаны? Майнкрафттағы екінші миға сыймайтын зат бітті. Осы көріңіз. Келесі Майнкрафттағы миға сыймайтын зат ол, қараңыздар. 4 терезені мен 4 жаққа қойдым да, ортасына лаваны қойдым, Қазір мен осы лаваға мынау терезені лақтырсам, ол жанып кетеді достар. Қараңыздар, қазір пыс деген дауыс шығады. Мә, жанып кетті. Мә, тағы жанып кетті. Аның қыра. Мә. Наңғыра, бәрі жанып кетті. Бірақ достар, жанында қоршалып тұрған терезелер жанбай тұр. Майнкрафт логика қайда? Бітті. Үшінші миға сыймайтын зат бітті. Келесі бізде мынау бізде от, яғни костер достар. Бірақ бұның бір қызық жері, бізде мынау от лаваға стекло жанса, бірақ мынау отта бізде стекло жанбайды достар, қараңыздар. Наңғыра, стекло тұр үстінде. Ей, не істеп тұрсың? Берке бер. Не қараңыздар, қолыма қайтан алдым. Нара, қайттан тастайым. Жанбайды мынау стекло. Бірақ лаваға жанып кетті. Бірақ екеуі де от. Майнкрафт логика қайда? Осындай қызығы бар. Келесі бізде қараңыздар. Мына жерде егін өсіп тұр, Екі жерге егін егіп қойдым мен. Бір егіннің төбесіне мына тасты қойдым, ауыр тасты. Және қазір осы тасты түсірсем, мынау не болады екен? Тексереміз, кеттік. Оп. Мә? Ештеңе болған жоқ. Тассың қалды бізде достар. Қараңыздар. Бірақ достар, наңғыраңдар. Бүйтіп шығамыз, мынаның төбесінен шығамыз да. Мынаның төбесінен шығып алсақ, және өзіміз осы егіннің үстіне түссек, наңғара. Мен егін сындырып тастадым. Сонда мен мынау тастан не болып тұрмын ба? Мықты болып тұрмын ба? Айбай. Сонда менің салмағым Майнкрафттағы мынау тастан үлкен болып тұр ғой, Мәссаған достар, Майнкрафтта жаңалға шығасың ғой. Адамның салмағы мынау тастың салмағынан үлкен. Мынау бір шамамен бір 100 килограмм деп есептесек, сонда менің салмағым бір 200 килограмм ба болып тұр ғой Майнкрафтта, Осы достар, миға сыймайтын келесі зат бізде мынау шарбақтар. Шарбақтар мен осындай қоршап қойдым, ортасына су құямыз қазір, қараңыздар. Ортасына су құямыз. Қараңыздар, мына шарбақтардың мындай тесіктері бар, Тесіктері бар. Бірақ су құйсақ, наңғыра. Мә, су тұра береді. Мына тесіктерден ештеңе ақпайды. Майнкрафт логика қайда сонда? Оны қоя берсе достар, нағараңыздар. Қазір мен қолыма лава алып алам.
лаваны аламыз, шелегімен лаваны аламыз. Қараңыздар. Егер біз суға лаваны қойсақ, қараңыздар. Оп, қойсақ, ол бізден обсидиан болып кетеді достар. Қатты обсидиан болып кетеді, қараңыздар. Тағы да қоямыз, обсидиан болып кетті. Мына жаққа қоямыз, обсидиан болып кетті. Бірақ біз судың ішіне мынау құтыны қойсақ достар. Қараңыздар, құтыны қоямыз. Құтыны қойып, және осыған лаваны қойсақ, қара, лава тұра береді. Майнкрафт логика қайда? Миға сыймайтын заттар достар. Майнкрафттағы миға сыймайтын заттар қызық болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. 5000 лайк болса, Майнкрафттағы миға сыймайтын заттардың екінші бөлімін түсіретін боламын.